Армысыздар, құрметті видеоны көріп жатқан көрермендер. Мен Ақтөбе қаласында тағы да бір апта бойына оқып, заманауи маркетинг жайлы, Instagram жайлы, таргетинг жайлы, сетеу маркетинг саласын дамыту білім алып келген Айгүл ханымнан сұхбат алатын боламыз. Ең бірінші сұрақ, сіз қандай компания жасайсыз және де бұндай маркетинг саласын, Instagram саласын меңгеруге қандай нәрсе түрткі болды? Саламатсыз ба? Біріншіден Манарбек мырзаның мына сұрағына жауап беретін болсам, мен өзім Фаберлик компаниясының аға директорымын. Қазіргі таңда өзімнің осы Ақтөбе қаласында офисім бар. 8-ші мөлтек ауданында. Өзім негізгі мамандығым мұғалім. Бұрын Дарын орталығында шығармашылық дамыту бөлім меңгерушісі болып жұмыс істедім. Сол неде жаңағы бала күтіміне байланысты демалыста отырып, сетевой маркетингке көзқарасым өзгеріп, сол салада Фаберлик компаниясын таңдап, соған келдім. Қазіргі таңда енді жаңа айтып отырғандай жетістігім бар, статусым бар, әрі офисім бар. Мына енді неге желілік, әлеуметтік желі арқылы қазір Instagram қарқынды дамып жатырған, былайынша Instagramды біліп, суреттерін салып, не істегенмен бір сауаттылық деген сияқты жетіспейді менде. Ол сауаттылық деген не? Ол әңгіме, ол біздің өзіміздің сауатсыздығымызда емес. Именно мына желілік маркетинг бойынша көптеген нәрселерді өзімнің білмейтінімді байқадым. Және де басқалардың нелерін көре отырып, қызығушылығым одан сайын артты. Неге маған былай жасамасқа, неге былай жасамасқа деп әр нені тетікті басып, былай көріп, көргенмен, но бір өзім қанағаттанған жоқпын. Сол себепті мен неге білікті маманнан осы жағын меңгермеске, неге білікті маманнан алмасқа. Біз мысалы бір нәрсені білім алып, мұғалім болу үшін 4 жыл, 5 жыл оқысақ, қазіргі таңда бір жетінің ішінде міне біздер жаңағыдай оқып, өзімізге керегімізді алып отырмыз. Сол себепті ең басқа түрткі болған өзімнің нақты да қалай айтсам болады, енді әлеуметтік желіні дұрыс бағыт-бағдарда қолданып, өзімнің командама сол бағыт-бағдарды дұрыс беру. Өткен себебі қазіргі заман талабына сай, қазір 2 жастың бірі барлығы Instagramмен, YouTube канал, Telegram дегенді бізден артық жақсы біледі, қолданады да. Енді оларға біз жол көрсетіп бағыт-бағдар беріп отырғаннан кейін командадағы адамдарың сұрағанда енді жаңағы ұялып қалмас үшін өзімізде білуіміз керек. Заман талабына сай сол маған бірінші түрткі болған. Сол үшін мен осы жерге келдім. Осы жерде бір жетілік сізден дәрісімді алып, өзіме көп нәрсе түйін жасадым. Ең мықты ұнағаны маған жаңағы таргетинг, Instagram, Telegram, YouTube канал деген сияқты. Ол бұрыннан ашылғанмен, но менде нақты жұмыс жасалған жоқ. Facebook барлығы болды, бірақ ол тек қана ашық түрде тұрды, бірақ оны мен қалай қолдану керек, қалай салу керек, солардың бір жағын дұрыс білмедім. Осы жерге келіп, жақсы үйрендім. Даже кешегіде қызық жағдай, өзіңіз білесіз, таргетингке салуды көрсетіп отырған кезде ол кетпеу керек еді, жаңағы пробный дегендей, ол кетіп қалып, тіпті 614 просмотр болғанда менде шок болды. Сондықтан енді сізден алған білімімізді нәтижеге айналдырып, әрекет жасасаң берекет болады дейді ғой. Соны енді әрекетке келтіріп, әрекет істеп әрі қарай нәтиже шығарамыз деп ойлаймын. Сіздің мына курсыңыз нәтиже деп атына заты сай, сол нәтиже курсыңыз көркейе берсін, гүлдене берсін, біз сияқты курсқа келушілер көбейсін. Сіздің мына қазіргі миссияңыз ғой, енді мына әлеуметтік желіде сауатты түрде не көрсету, жаңағы нәтиже шығарып, тек қана оны білімін беріп қана жіберу емес. Қазіргі таңда онлайн, офлайн деп неше түрлі өтіп атады. Онлайн өткенмен, мына бетпе-бет, жүзбе-жүз қасыңда тұрып, мына тетікті басасы былай деген нәрсенің барлығы, ол визуальны барлығы көз алдымызда қалғаннан кейін, бұл үлкен мен үшін, өзім үшін кәдімгідей жетістік, нәтиже болады деген үміттемін. Нәтиже шығаруға тырысамыз. Сізді
ұятқа келтірмейміз деймін ба. Сол жаңағы енді мықты күлкілі жағдай болды. Енді шынымен де таргетингке кетіп қалып, жаңағы не істегені, бұл да бір қызық оқиға. Ертеңгі күні мынау біздің бастамамыз болса, даже интервью бергенде мүмкін эфирге қарамай сөйлеп отырған болармын. Оның барлығы ертеңгі күні бренд болғанда жетістік болып, жеңісіміз болып нетеді. Не еш нәрседен айтарым, еш нәрседен қорықпау керек. Әр кез бір нәрсеге жету үшін сіз бір нәрсені құрбан етесіз, не болмаса рисковать ету дейді ғой. Енді рисковать ете білу, тәуекел жасай білу керек. Тәуекелшіл адам кез келген уақытта жетістікке жете алады. Мен де мысалға өзімнің керемет сондай жұмысымды қазіргі таңда сетевой бизнесқа алмастырған кезде мені де түсінбеген адамдар болды. Маған да осындай жұмысын тастап қалай бұл дегенде өзінің әр нәрсенің өзінің бір таразысы болады. Сол таразына дұрыс нете біліп, жаңағы қабылдай біліп, оны әрі қарай нету деген сөз. Сіздің өзіңіздің мысалға кешегіде кітабыңызды оқып отырып та байқаймын, официанттықтан мынандай нәтижеге жету да, ол өзімен өзі адамның жұмыс жасау, үлкен дәрежеге жету үшін адам көп нәрседен өтеді, көп оқиды, білімді болады. Жас болсаңыз да бас болып, бізге көп нәрсе үйреткеніңіз үшін сізге мың алғыс. Алла сіздің біздің зейінімізді ашсын, осындай шәкірттеріңіз көп болсын. Барлығыңызды Манарбек мырзаның мына нәтиже курсына қатысуларыңызды шақырамын. Бұл жерден нәтиже болатына 100% кепілдік беріп айта аламын. Өткен себебі дым білмей кіріп, мына жерде бір жетінің ішінде біраз мағлұмат алдық. Енді Instagram парақшамыздан қарап, бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар дегенмен көп рахмет. Осындай жетістігіміз, жеңісіміз көп болсын. Сізге тек қана жолыңызда жақсы шәкірттер кездесіп, өзіңіздің миссияңыз орындалсын деп тілекшімін. Сіздің жасыңыздағы, немесе сізден кіші, немесе сізден үлкен, мысалы апайлар, немесе сізбен құрдастарыңыз, мысалы ой туады, замандастарыңыз ой туы мүмкін. Instagram бұл жастардікі, бұл үлкен адамдар меңгеру мүмкін емес деген сұраққа қандай жауап айтар едіңіз? Еш уақытта оқу артықшылық етпейді. Вообще негізінде білім әркез керек. Адам өзінің қоржынын біліммен толтырып отыру керек. Мейлі ол сетевой маркетингте болсын, мейлі ол кәдімгі жұмыста болсын. Кез келген жерде, мысалға, любой жұмыста өзі бір неден өткеннен кейін сертификат үшін оқиды, аттестациялардан өтеді деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде де, мысал мұғалімді алайық, қарапайым мұғалімді алғанда ол қазір заман талабына сай олар отчет тапсырады, я басқа да бір не дегенде күнделік кезетке кіру деген сияқты. Солардың барлығын о жерде жасың 60-та екен, міне пенсияға кетіп бара жатсың, сіз білмейсіз демейді, оны заман талабы, ол кісі үйренеді, ол күнделік кезетке кіріп. Ата-аналар да, кез келген ата-ана күнделік кезетке кіріп, баласының қалай оқып жатырғанын үйренеді, қарайды. Сол сияқты бұл жерде, яғни күнделік кезетке кіріп қарай алсаңыз, сіз балаңыздың сабағын деген сияқты, сіздің о жерде жасыңызға қарамай, сіз қарай алдыңыз ғой. Сол сияқты бұл жерде де сіз жасыңызға қарамайсыз, яғни Instagram'ды үйренгіңіз келді ме, немесе YouTube каналымен қалай жұмыс істеу керек, видеоға қалай түсіру керек, барлығын біреуге ақша төлеп видеосын түсіртіп беріп, біреуге ақша төлеп не істегеннен гөрі өзіңіз біліп, өзіңіз барлығын үйреніп алсаңыз, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы жасқа қарамайды, біз сетевойда шақырғанда айтамыз ғой, жасқа қарамайды, образование сұрамайды деген сияқты. Бұл жерде де солай, жасқа қарамайды, образование сұрамайды, кез келген адам меңгеріп кете алады. Ол жасқа байланысты емес. Тек қана адамда ішінен ниет болу керек, соған қарай әрекет жасау керек. Сол кезде ғана нәтиже болады. Жақсы, өте керемет жауап. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сізге рахмет, осындай керемет сұхбат бергеніңізге. Енді алдағы уақытта одан да керемет нәтиже жетесіз деген ойдамыз. Құрметті видеоны көріп отырған көрермен, сізге де рахмет назар қойып тыңдағаныңызға. Егер сіз де сетевой маркетинг саласында істейтін болсаңыз, міндетті түрде курстан өтіңіз және де нәтижеге жетіңіз.